қымбатты достар, білгенге маржан айдарымызды одан әрі ұзақтығы шамамен 55 миллион жылға созылған Девон кезеңімен жалғастырамыз. Девон кезеңін оңтүстік Англияның Девоншир графтық атағының құрметіне атаған. Бұл кезеңнің негізгі сипаты жер беті өсімдігінің дамуы болып табылады. Девон кезеңінде теңіздің көлемі азайып, ауа райы құрғап, шөлді шөлейтті жерлер көбейе түсті. Теңіз шылаулары алғашқы жер беті өсімдігі псилофиттерге бастама болды. Олар папоротниктер, плаундар немесе қырыққұлақтар, қырықбуындар. Тұқымды қырық жапырақтар көптеп тарала бастады. Құрлықтағы жасыл өсімдіктер ауаны оттекпен байытып, әрі жануарларды қорекпен де қамтамасыз етті. Теңіз омыртқасыздарынан маржандар, құрттар, иықты моллюскілер мүк кеңінен тараған. Мүктер топты жануарлар судың таяз жерінде жапсырылып тіршілік еткен. Құрлық жәндік әлемі көп аяқтылармен, саршаяндармен сипатталады. Алғашқы кенелер мен өрмекшілер пайда бола бастайды. Макет диарамасында шаян, саршаян, птерикотус көрсетілген. Ұзындығы 3 метр, алдыңғы аяқтарында үлкен қысқыштар орналасқан. Девонды балық қасыры деп атайды, себебі Девон кезеңінің органикалық әлемі балықтың кең таралуына тән. Олар ең көп таралған омыртқалар қатарына жатады. Шеміршекті, саусақ қанатты екі түрлі тыныс алатын балықтар жетіле бастайды. Олар осы күнгі акулалар, тұтас жүзбек қанаттылар, химералар және сүйекті балықтар. Жүзбек қанаттарының құрылысына қарай сүйекті балықтар, сәуле қанаттылар және саусақ қанаттылар деп бөлінеді. Көпке дейін саусақ қанатты балықтарды палеозойдың соңғы кезеңінде жойылып кеткен деп келген еді. Бірақ 1938 жылы оңтүстік Африканың музейінде ұзындығы 1,5 метр, салмағы 50 килограмм балық тапсырылған. Ғалымдар латимерия бұдан 300 миллион жыл бұрын пайда болған деп есептейді. Латимерияның дене құрылысында қосмекенділердің, басқа да омыртқалы жануарлардың белгілері сақталған. Кезеңнің аяғында саусақ қанатты балықтардан ең алғашқы қосмекенділер құрлыққа шыққан. Девон кезеңіндегі климаттық жағдайлар салыстырмалы түрде тұрақты болды. Жалпы мамандар Девон климаты ыстық және ылғалды жауын-шашынға мол болды деп болжайды. Осы кезеңнің басында қоршаған ортаның орташа температурасы 30 градус шамасында болды. Уақыт өте келе 25 градусқа дейін төмендеу болды. Кейінірек кезеңнің соңында температураның төмендеуі соншалық мұздықтардың пайда болуына әкеліп соқты деп болжайды. Қысқаша айтқанда, мамандар Девон дәуірінде оңтүстік полюсте өте суық аймақ болғанын, ал экватор аймағының айналасында климат ылғалды болғанын растайды.